Жаңа жанасудың бір белгісін айттық. Олар іргелес тұрады және алшақ тұрады. Қабысудан оның айырмашылығы, жанасу болу үшін оның бағының қысыңары пысықтауыш болу керек, басын қысыңары баяндауыштың қызметін атқарады. Ережені қайталаймын. Жанасу пысықтауыштық және баяндауыштық қатынаста тұрады. Ал енді балар, жақсы оқу деген байланысу, екі сөздің бір-бірімен байланысу түріне назар аударайық. Қалай оқу? Жақсы оқу. Бұл жерде жақсы деген сөз пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Мысалы, сөйлемге назар аударайық. Үнемі жақсы оқу керек. Енді бұл жердегі жақсы оқу деген байланыстың қабысу немесе жанасу екендігін ажыратуымыз үшін біз бұл сөйлемге синтаксистік талдау жасаймыз. Керек баяндауыш болады. Не керек бізге? Оқу керек бастауыш болады. Қалай оқу керек? Жақсы оқу керек. Бұл пысықтауыш болады. Бізге керегі міне жақсы оқу деген сөз. Енді жанасудың ережесін қайтадан еске түсіреміз. Жанасудың бағының қысыңары пысықтауыш, басын қысыңары баяндауыш болуы керек. Ал мына жерде бағының қысыңары пысықтауыш болғанмен, басын қысыңары баяндауыш емес, бастауыштың қызметін атқарып отыр. Сол себепті бұл қабысу болады. Екіншісі тағы айта кететін нәрсе, жақсы оқу деген екі сөз бір-бірімен тек қана іргелес тұрып байланысады.